тестіміздің 3-ші бөлімін бастаймыз. Бірінші сұрақ. Баланың құрастыру іс-әрекетінің түрлері. Дұрыс жауабы темір конструкторлар. Қайталаймыз. Баланың құрастыру іс-әрекетінің түрлері темір конструкторлар. Келесі сұрақ. Қиялдың ең жоғарғы түрлері. Дұрыс жауабы танымдық қиял. Танымдық қиял. Қайталаймыз. Қиялдың ең жоғарғы түрлері. Дұрыс жауабы танымдық қиял. Келесі сұрақ. Базистік оқу жоспары. Дұрыс жауабы оқу орындарының белгілі бір түріне арналған стандарт бөлігі ретінде. Яғни мектепке дейінгі ұйымдарды айтып тұр бұл жерде. Қайталаймыз. Базистік оқу жоспары. Дұрыс жауабы оқу орындарының, яғни мектепке дейінгі ұйымдарының белгілі бір түріне арналған стандарт бөлігі ретінде. Келесі сұрақ. Өнер құндылықтарын тудыра білетін, сезінетін, бағалай алатын шығармашыл тұлғаны қалыптастыруға бағытталған нақты үдеріс. Дұрыс жауабы эстетикалық тәрбие. Эстетикалық тәрбие. Қайталаймыз. Өнер құндылықтарын тудыра білетін, сезінетін, бағалай алатын шығармашыл тұлғаны қалыптастыруға бағытталған нақты үдеріс. Дұрыс жауабы эстетикалық тәрбие. Келесі сұрақ. Кеңістікте пәндік дамытушы ортаға қойылатын талаптар. Дұрыс жауабы мазмұнды, жан-жақты, полифункционалды, вариативті, қауіпсіздікке қолжетімді. Қайталаймыз. Кеңістікте пәндік дамытушы ортаға қойылатын талаптар. Дұрыс жауабы мазмұнды, жан-жақты, полифункционалды, вариативті, қауіпсіздікке қолжетімді. Келесі сұрақ. Табиғат аясындағы іс-әрекет түрі. Дұрыс жауабы бақылау. Бақылау. Қайталаймыз. Табиғат аясындағы іс-әрекет түрі. Дұрыс жауабы бақылау. Келесі сұрақ. Өсімдіктер мен жануарлар туралы білім беруде баланың бойында қалыптастыратын қасиет. Дұрыс жауабы жанашырлыққа баулу. Жанашырлыққа баулу. Сұрақты қайталаймыз. Өсімдіктер мен жануарлар туралы білім беруде баланың бойында қалыптастыратын қасиет. Дұрыс жауабы жанашырлыққа баулу. Келесі сұрақ. Ортаның нысандарына эмоционалды жағымды қамқорлықпен қарауды қалыптастыру. Дұрыс жауабы 3-4 жастан бастап. 3-4 жастан бастап. Ортаның нысандарына эмоционалды жағымды қамқорлықпен қарауды қалыптастыру. Дұрыс жауабы 3-4 жастан бастап. Келесі сұрақ. Мектепке дейінгі мекемеде дене шынықтырудан ұйымдастырылған оқу қызметінің құрылымы бойынша кіріспе бөлімінде орнатылған міндеттер. Дұрыс жауабы ынталандыру сезімдерін ояту, жүру, жүгіру, қарапайым жаттығуларды орындау. Қайталаймыз. Мектепке дейінгі мекемеде дене шынықтырудан ұйымдастырылған оқу қызметінің құрылымы бойынша кіріспе бөлімінде орнатылған міндеттер. Дұрыс жауабы ынталандыру сезімдерін ояту, жүру, жүгіру, қарапайым жаттығуларды орындау. Келесі сұрақ. Мектепке дейінгі педагогиканы педагогиканың маңызды саласы ретінде бөліп қарастырған ғалым. Дұрыс жауабы Ян Каменский. Ян Амос Каменский. Қайталаймыз. Мектепке дейінгі педагогиканы педагогиканың маңызды саласы ретінде бөліп қарастырған ғалым Ян Каменский. Келесі сұрақ. Музыкалық шығармашылығын қалыптастыруда қарапайым жанрларды ажырату. Дұрыс жауабы күй, өлең, би, марш. Қайталаймыз.
Музыкалық шығармашылығын қалыптастыруда қарапайым жанрларды ажырату. Дұрыс жауабы күй, өлең, би, марш. Келесі сұрақ. Мектеп жасына дейінгі балалардың кейбіреулерінде байқалатын көру есінің ерекше түрі. Дұрыс жауабы эйдетикалық. Эйдетикалық. Қайталаймыз. Мектеп жасына дейінгі балалардың кейбіреулерінде байқалатын көру есінің ерекше түрін біз эйдетикалық көру дейміз. Келесі сұрақ. Шындықтағы заттар мен құбылыстарды жалпылау арқылы оның елеулі қасиеттерін басқа қасиеттерінен ойша бөліп алуыны біз абстракция дейміз. Дұрыс жауабы абстракция. Қайталаймыз. Шындықтағы заттар мен құбылыстарды жалпылау арқылы оның елеулі қасиеттерін басқа қасиеттерінен ойша бөліп алуды біз абстракция дейміз. Келесі сұрақ. Темперамент туралы теорияның негізін салған? Дұрыс жауабы Гиппократ. Гиппократ. Қайталаймыз. Темперамент туралы теорияның негізін салған Гиппократ. Әрі қарай. Сыртқы дүниедегі заттар мен құбылыстардың жеке қасиеттерінің бейнесі болып табылатын түйсіктер. Дұрыс жауабы көру, есту, иіс, дәм, тері. Қайталаймыз. Сыртқы дүниедегі заттар мен құбылыстардың жеке қасиеттерінің бейнесі болып табылатын түйсіктер, олар көру, есту, иіс, дәм, тері. Мария Монтессоридің материалдары дамудың дұрыс жауабы сенсорлық қабілеттеріне бағытталған. Сенсорлық қабілеттеріне бағытталған. Сұрақты қайталаймыз. Мария Монтессоридің материалдары дамудың жауабы сенсорлық қабілеттеріне бағытталған. Келесі сұрақ. Бала психологиясының негізін қалаған ғалым. Дұрыс жауабы Прейер. Прейер. Бала психологиясының негізін қалаған ғалым Прейер. Келесі сұрақ. Мәдени гигиеналық дағдылар түрлері. Дұрыс жауабы жуыну, тәртіптілік, мінез құлық. Қайталаймыз. Мәдени гигиеналық дағдылар түрлері. Дұрыс жауабы жуыну, тәртіптілік, мінез құлық. Келесі сұрақ. Тәрбиешінің шеберлігі талантты керек ететін ерекше бір өнер емес. Бірақ ол музыкантты, дәрігерді шеберлікке қалай үйретуді керек болса, солай үйретуді керек ететін мамандық деген ойдың авторы Макаренко. Макаренко. Қайталаймыз. Тәрбиешінің шеберлігі талантты керек ететін ерекше бір өнер емес. Бірақ ол музыкантты, дәрігерді шеберлікке қалай үйретуді керек болса, солай үйретуді керек ететін мамандық деген ойдың авторы Макаренко. Келесі сұрақ. Фрейд бойынша тұлғаның даму бағыты. Дұрыс жауабы биологиялық әлеуметтік, биоәлеуметтік. Қайталаймыз. Зигмунд Фрейд бойынша тұлғаның даму бағыты. Дұрыс жауабы биологиялық әлеуметтік, биоәлеуметтік. Келесі сұрақ. Заттар арқылы үлкен адамдардың шынайы істерін қайталап көрсету мектепке дейінгі кішкентай балалар ойынның жауабы негізгі мазмұны болып табылады. Қайталаймыз. Заттар арқылы үлкен адамдардың шынайы істерін қайталап көрсету мектепке дейінгі кішкентай балалар ойынның жауабы негізгі мазмұны болып табылады. Келесі сұрақ. Мектепке дейінгі орта жаста қалыптаса бастайтын ойлаудың түрі. Жауабы көрнекі бейнелі ойлау. Көрнекі бейнелі ойлау. Қайталаймыз. Мектепке дейінгі
Орта жаста қалыптаса бастайтын ойлаудың түрі. Дұрыс жауабы көрнекі бейнелі ойлау. Келесі сұрақ. Балабақшада кең қолданыста ойналатын ойын түрлері. Дұрыс жауабы дидактикалық үстел үсті, қимылды, сөздік ойындар. Қайталаймыз. Балабақшада кең қолданыста ойналатын ойын түрлері. Дұрыс жауабы дидактикалық үстел үсті ойындары, қимылды және сөздік ойындары. Мектепке дейінгі балалық шақта баланың сезімі. Дұрыс жауабы едәуір дәрежеде тереңдейді және нығая түседі. Қайталаймыз. Мектепке дейінгі балалық шақта баланың сезімі. Дұрыс жауабы едәуір дәрежеде тереңдейді және нығая түседі. Келесі сұрақ. Мектепке дейінгі педагогиканың ғылым ретінде функциялары. Дұрыс жауабы суреттеушілік, түсіндірушілік, жобалаушы құраушы, прогностикалық және дүниетанымдық. Қайталаймыз. Мектепке дейінгі педагогиканың ғылым ретіндегі функциялары. Ғылым ретінде функциялары. Дұрыс жауабы суреттеушілік, түсіндірушілік, жобалаушы құраушы, прогностикалық және дүниетанымдық. Келесі сұрақ. Мектепке дейінгі мекемедегі сюжеттік ойындарды ұйымдастыру принциптерін құрастырған. Жауабы Михайленко, Короткова. Екі кісі Михайленко және Короткова. Қайталаймыз. Мектепке дейінгі мекемедегі сюжеттік ойындарды ұйымдастыру принциптерін құрастырған. Михайленко және Короткова. Келесі сұрақ. Адамның мінез бітістерін жоғары жүйке қызметінің тума типтерімен өмір сүру барысында қалыптасатын уақытша жүйке байланыстарының өзіндік құндылығы деп түсіндірген. Павлов. Қайталаймыз. Адамның мінез бітістерін жоғары жүйке қызметінің тума типтерімен өмір сүру барысында қалыптасатын уақытша жүйке байланыстарының өзіндік құндылығы деп түсінген Павлов. Келесі сұрақ. Тәрбиешінің кәсіби құзырлығының сипаты. Дұрыс жауабы педагогикалық ойлай білуі, кәсіби біліктілігінің сапалы көрінісі. Құрметті ұстаздар, осымен 3-ші бөлім аяқталды. Келесі бөлімді жіберіп алмау үшін подписаться сөзін басып және жанындағы колокольчик қоңырауды міндетті түрде басу керек. Сонда сізге хабарлама келеді автоматты түрде жаңа видео шықты деген. Және де осы видео сіздерге пайдалы болса, лайк қойып, сұрақтарыңыз немесе ұсыныстарыңыз болса, комментарийға жазып кетіңіз. Әріптестеріңізбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған білім ТВ арнасы барлықтарыңызға сәттілік